Сәлем, достар, бүгін мен сіздерге адамдардың сізді бағаламауының 7 негізгі себебін айтатын боламын. Бірінші, басқа адамдардың ойына тәуелді болу жұртмен жайлы қандай ойда? Менің әрекетіме риза ма? Табыстарымды қызғана ма? Деген ой болатыны анық. Екінші, іштей адамдарға ренжу өмір болған соң түрлі жайттарға тап болып, түрлі адамдармен қарым-қатынасқа түсесің. Сондықтан өзіңізге де, өзгеге де ренжуді тоқтатыңыз. Үшінші, сіз үнемі мақтау күтесіз, өзіңізді бөтен адамдардың мақтауына емес, объективті көрсеткіштерге қарап бағалаңыз. Төртінші, өзін-өзі қорлау немесе өз-өзіңді іштей жеу. Біз бұл өмірде менің қол жеткізгендерім аз, немесе мен бұған татымаймын дегенді жиі үстемелейміз. Сізге ұқсай ма? Мен онша жақсы емеспін деп сіз жиі ойлайсыз ба, әлде айтасыз ба? Сіздің санаңыздан тысқарыдағы танымыңыз іс-әрекетіңізді үнемі басқарады, сондықтан ол сіздің өміріңізде үнемі пайда болады. Сондықтан өзіңіз жайлы жақсы ойда ғана болыңыз, өзіңізді сөкпеңіз, ауыр сөздер айтпаңыз. Бесінші, үнемі кешірім сұрау. Қателіктеріңіз үшін кешірім сұрау, немесе басқаларды мазалағаныңыз үшін сыпайылық ретінде кешірім сұрау орында. Жасамаған кезде кешірім сұрамас бұрын, жағдайды шынымен сіздің кешіріміңіз қажет ететіндігін анықтап алыңыз. Алтыншы, жоқ дей алмау және бас тарта алмау. Көмектесу жақсы қасиет. Алайда өзіңіз туралы басқалар жақсы ойласын деп, өз-өзіңізге үнемі зиян келтірудің қажеті жоқ. Жоқ деп айтуды үйренуіңіз керек. Жетінші, сіз бір нәрсені өздігіңізден істеуге қорқасыз. Сіз жұмыстағы маңызды жобадан бас тартасыз, сүйікті ісіңізге немесе бизнеске деген идеяларды кейінге қалдырасыз, және соңғы рет жаңа қызықты ойларды қашан ойлағаныңыз есіңізде де жоқ. Сіз әлсіз жеріңізді елге жария қылуы мүмкін деген сәтсіздік қорқынышымен жүресіз. Қателесу қалыпты жағдай. Бірақ табысқа жету үшін кейде тәуекел етуге де болады. Осы видеоны көріп, барынша пайдамызға асырып адамдар арасында өзімізді бағалата білейік, достар. Келесі кездескенше каналға жазылуды ұмытпаңыздар.